Assalamu alaikum. Мурат Бишкек Хабар YouTube каналының катталуучулары, ардактуу көрөрмандар, алыскы жактан көрүп жаткан биздин катталуучуларыбыз. Амансыздарбы? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Аман жүрөсүздарбы? Күндүн ысыгына карабай. Бүгүн биз адаттагыдай жол жээгиндеги унааларды көрсөтүп уланып жатабыз. Видеону агына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүн 2021-жылдын 10-жылы автоурундук Бишкек Рио мына базары. Ушул адаттагыдай эле жолдун жээгиндеги унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Арзан срочно сатам дегендер дагы болот. Видеону агына чейин көрүп туруңуздар. Бул жерде ак түстө Honda Odyssey Prestige ак түстө 2002-жылкы объем 3, баасы $4000. 2 номери бар, жазып алсаңыздар болот. Odyssey'дин состояниясы жакшы экен. Монитору, задний камерасы жок. Бирок состояниясы жакшы. Ветровиктери дагы өзгөчө ветровиктерден коюлган. Бул жерде дагы бир 7 орундуу Honda Step патспада. Серебристый түстө 310 000 км жүргөн. Жол 2003 2 объем автомат. Баасы $5700. Өз состояниясы кандай болду экен? Нормально. Только салат да? Кичине майда-чүйдө нерселер бар. Майда-чүйдө нерселери бар дейт. Nexia 2 2008-жылкы объем 1.8 простой мотор. Состояниясы жакшы. Баасы $170 000 сом. Nexia состояниясы жакшы экен, сыртынан караганда. Ошону Дакар токтотулду. Toyota Raun 2000-жылы чыккан, объем 1.5 250 000 сом. Номери 555 341 343 деген номерде турат. Көк түстүү Honda Stream 2001-жылы чыккан, объем 2, коробкасы автомат, баасы $4000. Бишкек Хабар. Бишкек Хабарга чыгат. Кандайсыз байке? Денсаулыктар жакшыбы? 210 Mercedes кара түстө 98-жылы чыккан, объем 2.4, коробка автомат, титан дискасы, 4 эле титан дискасы кышкы 90% протектор менен, баасы $4500, номери 708 35 32 48 деген номерде турат. Үстүндө люк дагы бар экен. Hyundai Sonata автоунаасы 95-жылы чыккан, объем 2, коробкасы албетте механика, баасы $75 000 сом. Эси $75 000 сом солуп жаттыр. Накка болсо сүйлөшөсүздөр, сүйлөшкөлүңүздөр. Honda Step RF 2 2001-жылкы кара түстө, объем 2, баасы 3.9 сурап жатыр. Номери 0704 66 99 99. Бул степти айдап көрүш керек экен. Сыртынан караганда состояниясы бир аз шпаклевка жеген жерлери бар экен. Мотор коробкасы ходовой кандай болду экен? Номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр. Билесиздер.
Көк түсті жақша молда Vento 93 жылғы шыққан 1.8 сыртынан қарағанда бұл Vento'дағы состояниясы жақсы екен. Телефон номері 709 54 52 52 деген номерде тұрады. Пробег 193 000 километр жүрген. Үстінде люк бар. Люктің дағы чекедегі шетіндегі резиналары кеткен емес, жақсы, су кірбейді ұқсайды. Қазір есінен сұрап көреміз. Болыш қанша алады екен? Қанша алады? 150 болады болушы. 150. 150 болады болушы дейді. Honda Accord 2000 жылы шыққан, объем 2, автомат. Басы $3600, обмен бар екен. Номері 707 78 06 10 деген номерде тұрады. Балар қанша алады екен бияқтың? 3300. Болушы $3000 болады дейді. Бұл жерде Honda Civic Ferio бос тұсты Leviro автомат автонасы сатылады. 2001 жылғы. 2000 жылғы екен. Объем 1.6. Басы 240 000 сом дейді. Қағаз көрмеш. Номері 702 21 80 70. Басы 240 000 сом. Başka номер. Жасалма тұршы жері жоқ па шында? Жоқ, жасалып жер. Bir номерден başka номер айтып қойын ба? Başka номер бар ма? 507 менен. 507 менен 84 94 84 қайрадан. 84 94 84 507. Болуш қанша алады екен? Жақсы эле түшүп берем да, там 240 деп жазып коем, бирок нормально түшүп берем. Коробкасы автомат екен, Автомат. Ана скорость алмашы жақсы эле? Бүт бары жақсы бер. Мотор коробкасы ходовой жақсы дейт. Номерге чалыңыздар дағы сүйлешіп көріңіздер, жақсы эле түшүп берем дейт. Срочно акча керек экен. Nissan Coupe 2000 жылы шыққан, объем 1.3, автомат. Басы 200 000 сом, номері 05 95 44 94 деген номерде тұрады. Правиру Nissan Coupe'тың ескі кузовтағаны айдап көрейін дегендер болса, бұл жерде бар екен. Nissan Primera универсал көк түсті 2002 жылғы, объем 1.8, обмен бар екен. Audi S4, Mercedes 124, Golf 3 Vento'ға обмен бар дейді. Басы 200 000 сом. Номер жоқ екен, айтып қойсаңар ғой. Номер 0500 71 71 97. Сүйлөшөбүз, алчылар болсо көрүңүздөр. Жылы 2002 1.8 механика. Қанша болушы? Болушу 185 000. 185 000, Боло турган баасы. Жазалчу жери деле жок асылба. Айдаш керек ғой? Только айдаш керек. Вложение деле жок. Номерді дағы бір ақырын айтып қойсаңар, 0500 71 71 97. 71 97 деген номерде тұрады. Чалып сөйлесіп көріңіздер. Құрметті достар, алыс жақтан көріп жатқан мекендештер, бұл жерде Россиядан, российский номерде азыркы учурда номері учеттен шыққан Россиядан. Транзит номерде тұрады екен. Жылы 91, 376 000 километр жүрген, механика 1.8 моно, басы 200 000 сом соғып жатыр, номері 500 0550 0202 92 деген номерде тұрады. Учеттен шыққаны қанша болды екен? 10 күн болды. Россиядан кіргендеші? 10 күн болып болды. Шығар өлі азырдық па? Вложение жоқ, Ja. Вложениесі жоқ. Вложение жоқ. Сізден алған кіші не қылшы керек? Сізден алған кіші не қылшы керек? Бұл оформление қылып дейді өзіне. Өзіне оформление қылшы керек? Бола тұрғаны қанша түшіп көресіз оған? Оформление бүт бары менен есептегенде. 185 көрем. 185 көресіз. Окончательно. 185 000 сомға берем дейді. Үстінде люктағы бар, даяр багажниктері бар екен. Bir артындағы көріп қойылады. Багажниктер бар.
Багажниктерін дагы бір көріп қойлы. Ашып қойсаңыз. Запаска домкраты күліштері бүт бар екен. Оғында дағы мындай жақсы жасасан екен. Кейбірке уналар өтеле чиріп кетеді, бұл чириги дагы жоқ екен. Өзіңіздер келіп көрсеңіздер дагы көп боласыздар. Ошондой эле үстүндө багажниги бар. Люк дагы бар екен. 185 000 сом. Левиру Toyota Yaris 2002 жылы чыккан, объем 1 механика. Басы 250 mi? 250 басы? 250 000 сом. Номери 407 1204 12 деген номерде турат. Үстүндө люк дагы бар экен. Жакшы алалуу. Механика өтө шаарга экономичный. Азыр тем более бензин кымбат болуп атканда ушундай экономичный издегендер көп болушу керек. Азыр боло турганда вложениясын сурайбыз. Не кылыш керек алган киши? Вложение кузов. Кузовда, э? Ловлей. Мотор, коробка нормально. Только айдай берсе болот, эч кандай кызылат болушун кереги жок. Без проблем. Только кузов. Боло турган канча болот? Нак шытыр санаса. 225 болот. 225. Болушу. Болушу. Шаарда эле болот да машина, э? Ооба. Болушу 225 000 сом болот дейт. Номерге чалыңыздар. Машина шаарда экен. Дөңгөлөктөр титанскада, кышкы. Honda Odyssey eski kuzov 94-жылғы, объем 2.2, 218 000 км жүрген, коробка автомат, басы 200 000 сом. Қызыл түсті правый руль Honda HR-ға 2000 жылы шыққан, объем 1.6 вариатор, $4400. Жақшы балда правый руль Mazda Atenza алам дегендер болса, 2003 жылғы коробка автомат, объем 2.3, басы 240 000 сом. Задний камерасы бар, мониторы бар. Honda Accord правый руль 2002 жылғы, объем 2.3 автомат, 260 000 сом. Nissan Sefiro 99 жылғы, объем 2.5, коробкасы автомат, басы 200 000 сом. Номері 502 102 190 деген номерде тұрады. Daha bir шаар içinde экономичный автоунаа издеген көрүүчүлөрүбүз болсо, бул жерде Nissan March автоунаасы бар экен. 2003 жылғы, объем 1.3 автомат. Обмен бар екен, үстіне ақша қосып берсеңіздер алмашамыз дейді. Басы 230 000 сом. Номері 0500 507 506 деген номерде тұрады. Ішінде ес алып жатқан жүр екен. Тосқолды қылбайлы қойлы. Жақшы состояниеда 124 Mercedes 92 жылғы, объем 2.3 механика, расход 8 сом. Номері 706 27 27 80 деген номерде тұрады. Басы қанша екен? 170 Бұда тұрғаны ба? болору. Болары 170 деді. Bir kol aydalgan. Ол алыңыздар бір қол айдалған дейді. Отырыштары да чын эле ушундай состояниясы жакшы, мындай. Жыртылып эски болуп кеткен эмес. Дөңгөлөктөрү дагы протектору жакшы, кышкы.